Бүгін университет қабырғасында халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаментінің қолдауымен іс-шара өтті. Жиында студенттерге академиялық ұтқырлықтың не екендігі және ол бағдарлама бойынша студенттер қайда және қалай білім ала алатындығы жайлы ақпарат берілді. Академиялық ұтқырлық студенттерге шет мемлекетте оқуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Ол бойынша білім алушылар әлемнің ең үздік жоғарғы оқу орындарында оқып тәжірибе жинай алады. Бүгінгі іс-шарада студенттерге академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алу үшін қойылатын талаптар, қажетті құжаттардың тізімі жайлы ақпарат берілді. Сонымен қатар Польша, Малайзия, Германия мемлекеттерінде орналасқан университеттердің профессорларымен онлайн кездесу ұйымдастырылды. Послушали, как ректоры и сами студенты университетов рассказали о своих впечатлениях, сколько выходит обучение в год. Оно бесплатно, но они рассказали о своих расходах, как касаемо жилья. Но мне понравилось, что у нас есть такая хорошая возможность провести целый семестр в другой стране, в другом университете, расширить свой кругозор и получить интересный опыт. Бүгінгі өтілген іс-шарада біз студенттерге серіктес университеттердің өкілдерінен түрлі университеттер жайлы ақпараттармен таныстырып, оларға академиялық ұтқырлық жайлы, қосдипломдық бағдарламалар жайлы, Erasmus+ бағдарламалары жайлы ақпараттарды айтып түсіндірдік. Осыған байланысты алдын серіктес университеттерге барып тәжірибе алмасқан студенттер өздерінің тәжірибелерімен, білім алуымен, қалай мотивациялық хат жазу керектігі жайлы, қалай құжаттарды жинау керектігі жайлы өз тәжірибелерімен бөлісті. 2021-2022 оқу жылында 22 білім алушы, оның ішінде бір магистратура студенті күзгі семестрде Германия, Польша, Корея мемлекеттерінде тәжірибе жинап келді. Ал қазір 21 студент Еуропа және Орта Азия мемлекеттерінде білімін шыңдап жатыр. Бұл бағдарлама бойынша студенттер тегін білім алады, ал виза, медициналық сақтандыру, жол шығыны және де басқа да қажеттіліктер үшін қанша қаражат кететінін бірге есептеп көрейік. Студенттер үшін ең арзан әрі тиімді болып саналатын қала Польша мемлекетіндегі Познань қаласы. Ол жаққа ұшып бару билеті шамамен 100 000 шықпақ. Ал жататын орынға келетін болсақ, білім алушылар студенттерге барлық жағдай жасалған жатақханада жатса болады, не болмаса пәтер жалдаса болады. Бағасы шамамен бірдей. Сонымен қатар басқа Еуропа мемлекеттеріндегідей Познаньда оқу үшін де виза жасату керек. Оның бағасы 22 000-дай. Ал медициналық сақтандыру ай сайын шамамен 5 000 теңгеге жуық шығады. Сонда 6 айда 30 000. Ал күнделікті мейманханада кешкі ас ішу үшін орташа есеппен 2 000 теңге қажет. Жалпылама есептесек, Польшада бір семестр оқу үшін кемі 1 000 000 теңге қаражат керек. Айжан Сапаралы, Алуа Мырзағазы, арнайы IT News үшін.